Қайырлы күн баршаңызға, қайырлы күн бағбандар. Мен бүгін сіздерге картопта және баялдыда кездесетін зиянды зиянкестер жайлы айтамын және олардың күресу шараларын. Жыл сайын біздің көкөністер мен жемістерге зиянкестер шабуылдайды. Бұл біздің өнімділікті айтарлықтай төмендетеді. Бүгін мен солардың ішінде картоп қоңызы және тілі сияқты зиянкестермен қалай қорғануды айтамын. Картоп шірігі көбінесе картоп пен баялдыда да кездеседі. Олар аналық жұмыртқасын жапырақтарының астыңғы жағына салады, ал жұмыртқадан шыққан дернәсілдер өсімдікпен қоректене бастайды. Жәндіктер өсімдік шырынымен қоректенетін қоңыр немесе сұр жәндіктер. Қоңыздар зиян келтіруден басқа өсімдіктерге ауру тудырады. Ал енді тілі жәндік бойынша айтамын. Тілі жәндік бұл өсімдік шырынымен қоректенетін ұсақ жұмсақ жәндік. Жапырақтардың зақымдануынан басқа бұл ауру тудырады. Сондықтан бақшаға табиғи қоспа дайындаймыз. Бұл бәріміздің үйімізде бар ащы бұрыш, яғни қара бұрыш, я болмаса қызыл бұрыш. Қоспа дайындаймыз. 1 литр жылы суға жарты шай қасық ащы бұрыш, аздап сабын қосамыз. Осылайша араластырып 2 күнге қалдырып қоямыз. Сабын көз мөлшерімен саламыз. Өйткені сабынның көмектесетін жағдайы бұл жапырақтарға жаңағы қоспамыз жақсы жабысады. Сол үшін осы қоспаға біз сабын саламыз. Осы дайын қоспаға су араластырып, баялды мен картопқа сеуіп, яғни шашып шығамыз. Өсімдіктерді бірнеше күн сайын немесе қажет болған кезде шашамыз. Құрметті бағбандар, әрбір жаңа бейнені бірінші болып көру үшін арнаға жазылыңыз.